Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге таңғы ас жасайтын боламыз, омлет жасайтын боламыз. Міне бізге керек ингредиенттер: бізге 4 жұмыртқа және қызанақ, сыр және аскөк. Біздер қызанақты, жарты қызанақ кетті. Жарты қызанақты 4-5 турап, сырды да солай соломка тәріздес етіп турап алдым. Менде сыр моцарелла. Одан кейін аскөк. Аскөгімізді де уақтап турап алдық. Сыр, қалаған сырларыңызды қосуларыңызға болады. Ең алдымен осылай жұмыртқаларымызды жарып, оған тұз және бұрышымызды қосып, қара бұрыш қосамыз. Және кішкене аскөктен салып, вилкамен араластыратын боламыз. Міне дайын болған омлетімізді енді қызып тұрған табаға кішкене май құйып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Неге қараңыздар, өте әдемі болып пісіп жатыр. Ең алдымен бірінші слойға біздер сырларымызды толықтай омлетіміздің бетін жауатындай етіп, барлық жеріне салып шығатын боламыз. Ендігі мына қызанақтарымызды тап солай етіп сеуіп салып шығамыз. Ең соңында біздер аскөктерімізді қосып, бетін жауып, орташа отта 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Неке қыздар, біздің омлеттарымыз дайын болды. Енді астын өсіріп, осылай әдемілеп таңғы асымызды ішеміз. 10 минут қана уақыттарыңыз кетеді, сондықтан дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, тағы да жаңа видеолардың рецептермен бөлісетін боламын. Рахмет, ас болсын.